сол влага өзінің бойынан өткізіп кірпішке өтіп кетпеу үшін екеуінің ортасында гидроизоляция істелініп кетті. 10 қатар сайын кладочный сеткілерді тастап кеттік. Свойства сақталады, свойства сақталады, және де қолмен араластырғанға қарағанда әлде қайда однородный массаны аламыз біз. Амандасып бастай береміз ба? Ол істелінді ма бізге? Ол не үшін керек осы? 250, 120, 125. Ол енді ситуацияға байланысты таңдалады. Оны өздеріңіз таңдайсыздар, ол біз айтты деп жүрмеңіздер. Ассалаумағалейкум. Бізде қазір нулевой отметкеден кейін кладкаға кірісіп жатырмыз. Өздеріңіз байқасаңыздар, бізде 2 қабырға дайын тұр. Раке, жалпы қазіргі процесс не болып жатыр? Қай этаптамыз, не жасалды, не жасалу керек? Біз авиасканы құйғаннан кейін полный наерде кірпіш көріп жатсыздар, кірпіш көріліп жатыр. Авиасканың бетонның ішіне, яғни кірпіш түсетін қабырғаларының барлығына жидкий стекло жағып шықтық. Астыңғы. Астыңғы бірінші слойға. Оны біз бірінші мынау стенамыздың орнын тазалап алып, одан кейін қабырғаның өзіне, жаңағы бетонның өзіне и бірінші слой растворға қосымша тағы да араластырып істедік. Ол не үшін керек? Ол мынау бетон өзіне суды тартып, стенадағы, яғни кірпішке, қабырғадағы кірпішке ұрмау үшін қолданып жатырмыз. Былайша айтқан кезде гидроизоляцияның рөлін атқарып жатыр. Біз негізі жалпы сырт жақтан да жаңағындай ол дүниелер, процедураларды алдын ала ертең су, влага өтіп кетпесін деген сияқты дүниелерді жасадық. Бірақ сонда да өтіп кеткен жағдайдың өзінде бетон бізде влага жақсы көреді ғой. Сол влага өзінің бойынан өткізіп кірпішке өтіп кетпеу үшін екеуінің ортасында гидроизоляция істелініп кетті. Жидкий стекло жасалып. Одан кейін біз мына жерде көріп отырсаңыздар, 10 қатар сайын кірпішті бастап, 10 қатар сайын кладочный сеткілерді тастап кеттік. 10 қатар ма? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мына кладочный сеткаларымыз біздің. Кладочный сеткалар, олар келесі мына жақтағы шығатын стеналарға да связка қылып кетілген. Тасталып жатыр. Бұл не үшін тасталады, Раке? Не үшін тасталады вопрос. Ол жаңа біздегі сейсмика бойынша, норматив бойынша осылай тасталу қажет, дұрыс па? Норматив бойынша. Ол бүйтіп айтсақ болады, ол менің болмаса Ракенің әкесінің атасының шығарған заң емес, бұл норматив. Кірпіш бізде негізі керамический, силикатный деген сияқты, яғни бірнеше түрлерге бөлінеді. Біздің енді Шымкенттегі өз нарықта основном қолданатындары керамический кірпіш. Батыс өлкелер алатын болса, мысалы Атырау, Ақтау, Құлсары деген Ақтөбе, ол жақта основном силикатный кірпіш қолданады. Бізде керамический кірпіш және стандартный кірпішті таңдап жатырмыз. Бұл объектімізге. Полнотелый. Полнотелый. 250, 25 сантиметр, 12 сантиметр и 6,5 сантиметр болады. И біздегі екінші нарықтағы қолданылатын пустотелый арасында тесіктері бар. Полуторный дейді, полторашка халықтың арасында. Ол 88 болады. И жаңағыдай заказбен үшінші түрі бар, енді ол көп кездесе бермейді. Двойной. Ол 138 болады. 138 болады. Біздің қолданып жатқанымыз стандартный кірпіш. Стандартный кірпіш. Маркасы 125. 125. Так, бұл стандартның преимуществосы неге полторашка емес? Енді бізде осы спорный сұрақ қой, строительдердің де, жалпы осы салада жүрген кісілердің де арасында спорный сұрақ. Енді бұл сұраққа біз тереңінен кірмей-ақ қойық, өйткені таусылмайтын тақырыптың бірі ғой. Жалпы негізі бүйтіп практика жүзінде көретін болсақ, полторашка желательно бір этаж үйлерге, бір этаж үйлерде қолданылатын болса, ол преимуществосы пустотелый болған соң жаңағындай теплоизоляция, шумоизоляцияға жұмыс істейді, ертерек бітеді деген сияқты уақыттың экономдау жағы бар. Бізде жаңағындай 2 этаж болған екен, плитасы бар, басқасы бар, основной несущий нагрузка көтеретін жерлерге желательно стандартный қолданған дұрыс болады. Одан кейін баға жағынан да полторашный кірпіш, полторашка деп айтылғанмен негізі ол разницасы қатты көп емес та, бірақ баға жағынан жұмыс ақысы да және кірпіштің өзінің бағасы да. Размер жағынан 1,5 есе емес, сондай шықпайды. Но бағасы 1,5 болып тұр. О жағында ескеру керек. Сол үшін ол енді ситуацияға байланысты таңдалады. Оны өздеріңіз таңдайсыздар, біз айтты деп жүрмеңіздер. Одан кейін растворға келетін болсақ, біз мына жерде көріп отырсыздар, мешалка, бетоннан мешалка алғанбыз. Біз өткен тақырыптарды айтып өттік қой. Желательно заводтан, егер бетон болатын болса, заводтан алдыру керек. Енді раствор болатын болса, біз өзімізге керекті растворды бетонный заводтан алдыра алмаймыз. Сол үшін біз ұсталарға мынандай бетономешалка алып бердік. 180 литрлік. Бұл жерге өздеріне керек растворды дайындап алады, және де бұл постоянно айналып тұрып, керек кезінде өздеріне төгіп растворды қолдана береді. Свойства сақталады ба? Свойства сақталады, және де қолмен араластырғанға қарағанда әлде қайда однородный массаны аламыз біз. Ішін жақындатып түсіріп жүрші. Іші кәдімгі не болып тұр ғой,
каша болып тұр ғой кәдімгі қарасаң. Аппетит қой мынау. Көпіріп. И одан кейін біздегі мынау қазір анау жігіттер кірпішке су шашып жатыр ғой. Сол туралы да ақпарат беріңізші. Не үшін сулаймыз кірпішті? Не үшін ол жаңағыдай сол бойы қалап кете бермейміз? Көпшілік жерде бұл ескеріле бермейді негізі. Иә, кірпішті не үшін сулаймыз? Біз кірпіш енді күйдіріліп істелгеннен кейін ол раствор қойылады. Мысалға бір слой кірпіш төселді, үстіне раствор жағылды. Астындағы кірпіш, үстіндегі кірпіш раствордың өзіндегі влаганың барлығын тартып алуы мүмкін. Ол влагасы кеткеннен кейін раствордың құрамында бізде цемент бар. Влага кеткеннен кейін ол жерде де гидратация процесі жүрмейді. Және де ол жерде трещина кетуі мүмкін, ол свойствосын жоғалтуы. Былайша айтқан кезде топыраққа просто так жабыстырып кеткен. Ал біз сулағанның есебінен ол кірпіш өзіне керекті влагасын алып тұрып, ортадағы раствордың влагасын өзіне сіңірмейді. Сол үшін де біз кірпіштерді сулап солай қолданып жатырмыз. Сосын Раке кейбір кісілер ол сұрақ обязательно қойылады. Кәдімгі лай раствор істеп жатады топырақпен. Ол қалай болады? Дайын бедіңіз бұл сұраққа? Негізі нормативте лай жоқ, вообще лай жоқ. Раствор болу керек. Анау ондай нәрсе жоқ. Ол енді тура жаңағындай сияқты ғой. Біздің ата бабамыздан келе жатқан, Құдай сақтасын, тұр ғой, қой шабылда да тастан соғылған үйлер тұр ғой деген сияқты дүниелер. Но бізге көрсетілген сейсмика бойынша, бізге көрсетілген норматив бойынша ол раствор болу керек. Ол нәрсе жоқ негізі. Біз сол марка 100 растворға ориентир алып, мешалкамызға қосып жатырмыз. Цементімізді, жаңағыдай өзіміздің илымыз бар. Мынау бізде қазір екі проем, бітіп тұрған проемға келетін болсақ, Раке, мынау подоконниктің высотасы қаяқтан шықты? И жалпы осындай биік стандартный подоконник болсын, или қазіргі сұраныста ие болып жатқан 60-40 сантиметрлік болсын, не ескерілу керек осы нәрсе істеген? Бұл жерде ең бірінші ескерілетін нәрсе, яғни биіктігі біз подоконникті қазір 90 сантиметр қалдырып кеттік. Бізде мына жерде көріп тұрсыздар, плита басылғаннан кейін әлі этап бітпеген, бізде чистовой стяжка жүріп өтеді бұл жерде. Біз бұл жерге примерно 3 или 5 сантиметрлік пеноплекс тастаймыз. Одан кейін жаңағыдай теплый пол болсын, болмаса радиаторлардың турбалары жүреді. И сол турбалардан кейін біз полный чистовой стяжка құямыз. 10 сантиметр ғой примерно? Иә, примерно 10 сантиметр біз расходты есептеуіміз керек. Мына жақтан алып тастайды. Сізге егер чистовой 80 сантиметр қалу керек болатын болса, подоконникті 90-ды қылып қалдырамыз. Кейбіреулер не істейді? 90 сантиметрлік жерге, мысалға 90 сантиметр чисто керек, 90 сантиметр қалады, ертең стяж құйылып, жаңағыдай паркет анау түзілген екен, мынау примерно 78-80 болып қалса, неге менде бұндай болып қалды деп, сондай бір сұрақтар өзіне өзі қойып жатады. Чистовойдың өзін сол черновоймен расчет алып жүріп, сонымен өзіне керекті лайықты высотаны жоғалтып алып жатады ғой, оның бәрін ескерілу керек. Енді бұл жаңа алдында да айттық, құрылыста жүрген кісілер үшін бұл мелочь негізі. Бірақ енді құрылыс жасап жатқан кісілер үшін, енді сол құрылыс жасаймын деген жандар үшін бұл негізі қажетті ақпарат. Сосын біз жалпы қазір құрылыста жүргенмен бірінші проект жасалады. Проект жасап жатқан кезде де мына жерде қазір байқасаңыз стандартный, мысалға заманауи үй деп айтылғанмен терезелеріміз бұрынғы стандартный. Не үшін? Себебі бізде қазір үй кішкене участоктың төріне орналасқан. Біріншіден, екіншіден кірген адамға үйдің алдығы фасады, қасбеті көрінеді. Бірінші көрінетін бізге көзге түсетін ракурстағы. Біз бүкіл красотаны, бүкіл заманауи сұраныстағы панорамный терезе болсын, заманауи материалды болсын, барлығын осы именно фасадқа ұсынамыз. Ал мынау артқы жақтарды біз енді біріншіден өзіміздің көршілерге қажетті отступтарды жасағаннан кейін сіздің үйіңізге келген адам бұл жақтың бәрін аралап жүрмейді. Біріншіден, екіншіден бұл жерде уже бұндай үлкен терезелер қазір білесіздер, ол терезе әдемі болғанымен қосымша шығын. Ол мультифункциональный, алюминиевый, теплый серия деген трехкамерный, четырехкамерный деп жатады. Оның барлығы қосымша шығын талап етеді. Ол шығын қай жерге лайықты? Ол шығын біздің фасадный сторонаға көрінетін жерге, именно алдыға қарап тұрған холл, кухнядан террасаға шығу деген сияқты жерлерде қарастырамыз да. Но стандартный жақтарда бізде кәдімгі подоконнигі биік, естественно, освещение жеткілікті, осы квадратураға жеткілікті деңгейде есептеліп, сол проемды тастап кетеміз. Бұл жерге ондай қосымша үлкен шығындарды қажет етпейді. Сол себепті біз осының барлығын, даже мынау алдындағы материалды біз қымбат көрсеткенмен арт жақтағыларды барынша бюджетный қылып та көрсетуге тырысамыз. Ол деген сөз сіздің қалтаңызда енді құрылыс істеп жатқан кісілер жақсы біледі, біраз ақшаны экономдауға септігін тигізеді. Осы нәрселерді біз проект барысында ескеріп, құрылыста осының барлығын қадағалаймыз. Нұрека, мына жерде көріп жатырмыз, балдар кірпіштің бәрінен полный шлангымен су шашып жатыр. Жаңа айтылған нәрсе істеліп жатыр. Одан кейін мына жақта көрсеңіздер, жидкий стекло. Жидкий стекло уже жағылды. Жігіттер мынау рабочий проект бойынша уже кладочный планда барлығын көріп, размерлерді ескеріп, қадағалап жатыр. Одан кейін тағы бір айтатын нәрсе, мына жақта бір минут. Мынаған су шашып жүрсің? Қара мынаған қазір. Жақындап түсіргін де Бека. Мына уже қара влага жоқ. Қалай тартып отыр.
Енді осы раствордың үстінде тұрса, раствордағы суды қалай тартып алады, ол уже раствордың свойствосы толық жоғалады деген сөз. Соның барлығы осы жерде ескеріліп жатыр. Сосын мынау штрафаға қатысты. Бізде мына жерде перегородкалар. Перегородка болады мына жерде. Спальный бөлменің және гардеробының санузелі. Екі спальныйымыз, екі спальныйдың екі гардеробы. Мынау спальныйден мына жақтан кіретін, мынау спальныйден мына жақтан кіретін есік болады. Мынау екеуінің ортасындағы бізде перегородкаға біздің штрафалар шығарып кеттік. Ертең осыны балдар жалғастырып өріп кете береді. Бәрекелді. Керемет. Алдыңғы жақта бізде крыльцо террасаға қатысты подушкамыз құйылып жатыр. Соны да бір көрсетіп жіберейік. Бұл жерге де біз опаловканы дайындап, арматураларын тоқып қойдық. Біз жерде квадратный турбалар бар бізде мына жерде. Соны қойып, одан кейін осы подушкадан бастап шығатын болады. Өйткені бұл жерде бірінші этаждан кейін балкон бар. Сол балконның нагрузкасы сол квадратный турбаға түседі. Одан кейін екінші этажда крышамыз бар. Крышаның нагрузкасы да осыған түсетін болады. Сол үшін біз цельный подушка құйдық. Дизайн бойынша мына жерде тұр бізде қазір квадрат турбаларымыз. Мына жерде 4 квадратный турбаны тастайтын боламыз. Одан кейін үстіне ленточный фундамент и лестницаның орны проем қалдырылатын болады. Жаңағы біздегі айтылып кеткен үлкен панорамный терезенің орны мынау. Бұл проем шыққан кезде тағы бір көрсетіп жібереміз міне. Үлкен панорамный терезенің орны. И бұл жер бізде екінші жарық, яғни второй светпен бірге болады. Алла қаласа олай тапқада жеткен кезде толық бөлісеміз. Мына жерде колонналарды бір айтып кетсек болады. Өткенде біз подвалда подбетонкадан кейін, яғни подушкадан басталған колоннаның арматурасы бізде жалғасып келе жатыр. Бірінші этаж, екінші этажға дейін до конца шығады. Өйткені бұл жерде де бізде ригель бар. Мына жерде мысалға үйге кіретін болсақ, перегородкалар болады, жарты кірпіштен. И мына жерде, яғни пространствоны біз кеңейте аламыз. Мына жерде мысалға 40 сантиметрден болса, уже почти жарты метрге жуық территорияны біз жоғалтып аламыз да, егер бір цель. Мысалға бізде несущий стена ретінде 40 қыл 1,5 кірпіш қалайтын болсақ, арғы бетті 1,5 кірпіш қалайтын болсақ, бізде қазір бұны 1,5 емес, жарты кірпішке кішірейттік. Соның кішірейту барысында мынау нагрузканы көтеру үшін бізде колонна ригель қарастырылды. И плюс екі жақтағы жаңағы алынғанды есептейтін болсақ, 25-25-тен жарты метр бізге уже прихожканы кеңейтіп тұр. Біткен кезде именно қаншалықты кеңейді, не үшін ондай болды, мына жердегі ригельдерді қалай жасырдық, мебель қалай болды, құдай қаласа солай таппада жеткізейік. Біздің бүгінгі түсіріліміз соңына жетті. Осы қазіргі көрген, болмаса алдағы уақыттағы құрылысқа қатысты сұрақтарыңыз болса комментарийға жазып кетіңіздер. Біз оған жауап беретін боламыз. Бізге тіркеліңіздер. Міндетті түрде осы үйдің құрылысын соңына дейін көріңіздер. Құдай қаласа керемет қайталанбас жоба шыққалы тұр. Бізде сіздермен бірге болған Рүстем Тәліп прораб және мен Нұрдәулет Алтен. Деп құшағын жайды.